Қайырлы күн, құрметті оқушылар мен әріптестер, басқа да көрермендер. Глобус каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақ бізде 490 бойынша 11 сынып бойынша арналады. Назарбаев зерттеу мектептерінде география пәнін таңдаған оқушылардың арналады. Бүгінгі сабақ 490 біз жалпы халықтар географиясын өтіп жатырмыз. Негізгі бастапқы тақырып бізде миграциямен байланысты ары қарай басқа тақырыптардан көше бастаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ол миграция ауқымы. Бүкіл әлем бойынша миграцияның бағыттарын қарастырамыз. Қандай ауқымы бар, соған баға береміз. Одан кейін барып Қазақстандағы көші-қон түрлерінің үдерісіне тоқталып кетеміз. Енді жалпы бізде қарастыратын болса, бұл жердегі сабақ мақсаттар бірінші ол көші-қон ауқымы, үдерісі, көші-қон тегерімі, сальдосының ұғымдарын білеміз, соны қарастыра кетеміз. Одан кейін барып Қазақстандағы көші-қон мен оның себептерін анықтаймыз. Енді жалпы миграция ұғымына тоқталып кететін болса, миграция ұғымымен біз жалпы барлығымыз жақсы таныспыз. Ол халықтың бір аймақтан басқа аймаққа уақытша немесе ұзақ мерзімге қоныс аудару болып табылады. Келесі. Енді миграцияның себептерін тоқталатын болса, бұл жерде оның бірнеше себептері бар. Бірінші себептер ол экономикалық мақсатта, жұмыс істеу немесе ақша табу мақсатында, отбасылық себептер бойынша одан кейін репатриация, яғни байырғы отандарына қайту болып табылады. Бұл миграцияның түрі, бұл ерікті болып табылады. Ары қарай келесі кетіп саяси миграция бар, әлеуметтік миграция, одан кейін экологиялық миграция кетеді. Бұл үшеуі айтатын болса ерекше белгіленген, бұлар бізде еріксіз миграция түрінде. Енді ары қарай қарастырайық. Бізде жалпы әлем бойынша миграцияның санын тоқталатын болсақ, әлем бойынша ол 2020 жылынша ақпарат бойынша халықаралық мигранттардың саны 281 миллион адам құраған. Соның ішіндегі 169 миллион адам ол еңбек мигранттарын құрайды екен. Яғни бұл ақпарат бізде жыл сайын беріліп отырады. Біріккен ұлттар ұйымы көрсеткіші бойынша соңғы 20 жылғы ақпарат бойынша. Енді жалпы үлес пайызын қарастыратын болса, мысалы 1970 жылдарда жалпы мигранттардың саны әлем бойынша 84,4 миллион адамды құраған екен. Бұл одан кейін бұл 95 жылы бұл көрсеткіш екі еселенеді. Одан кейін барып 20 жылы бұл көрсеткіш тағы да бастапқы көрсеткіштен қарағанда 3 еселенеді. Енді бұлардың үлес пайызы бір алғашында адамның бүкіл әлемнің халық санының 2,3% құраған екен. Одан кейін барып 2,9%, одан кейін барып 3,6% құрайды екен қазір таңда. Яғни барған сайын бұның немесе өзі өсіп бара жатыр екен көрсеткіштері. Оның жалпы енді миграцияның саны және мигранттардың саны көп болған сайын айтатын болса, халықаралық көші-қон дәлізі қалыптасады. Әр аймақтар елдердің арасында деген секілді. Соны тоқталатын болса, бірінші орында бізде Мексика мен ақш арасындағы халықаралық көші-қон. Бұның себебі айтатын болсақ, саяси мақсатта, одан экономикалық мақсатта болуы мүмкін. Ол экономикалық жұмыс істеу мақсатында, екінші саяси мақсатта деген ол елдегі тұрақсыздық, одан қауіпсіздік деңгейі өте жоғары деңгейде болуы. Біз білеміз, және Сирия емес, Мексикадағы және әртүрлі қылмыстық топтардың жұмыс істеуіне байланысты. Екінші, Сирия мен Түркия арасында. Сирия бұл бізде түсінікті, ол жаңа саяси себеп бойынша ондағы соғыстарға байланысты халықтардың Түркияға көші болып табылады. Ары қарай Үндістан мен Біріккен Араб Әмірлігі бұл жерде тек экономикалық фактор. Көптеген жаңағы Үндістан мемлекетінің азаматтары Біріккен Араб Әмірлігімен және Сауд Арабияға жұмыс істеуге көп барады. Келесі Ресей, Украина, Ресей арасындағы көші-қон түрі бұл репатриация деп ойлаймын. Екі елдің арасындағы. Одан Үндістан мен ақш экономикалық фактор, Ауғанстан мен Иран дейді, бұл жерде саяси фактор, яғни Ауғанстан соғысқа байланысты, саяси тұрақсыздығына байланысты. Одан Қазақстан мен Ресей бұл жерде репатриация болып табылады. Үндістан мен Сауд Арабия жөнінде айта кеттім, ол экономикалық фактор болып табылады. Сонымен қатар Бангладеш және Үндістан тағы да бізде экономикалық фактор мен саяси факторда болуы мүмкін. Яғни Бангладеш бізде әлемдегі ең тығыздығы жоғары мемлекет болып есептеледі. Келесі, енді халықаралық мигранттардың жынысы бойынша үлес пайызын қарастыратын болса, біздегі көк түстермен ерлер, қызғылт түспен бізде берілген, ол бізде әйел адамдар берілген. Бұндағы бірінші орында үлес пайызы ерлердікі жоғары, оның басты себебі және жұмыс істеуге көбінесе ақша табуға ер адамдар кетеді. Енді келесі қарастыратын болса, келесі картасызбамен жұмыс істейді. Бұл картасызбадағы себеп негізгі жанжалдардың орталықтарын белгілейді. Географиялық аймақтарын атау керек, одан себептерін анықтау керек. Мысалы қарастыратын болса, мына картасызбада сарының түбірімен берілген аймақтарда жиі жанжалдар болады, яғни конфликттер болады.
Мысалы бірінші аймақ қарастыратын болсақ, бұл бізде Мексика аймағы болып табылады. Оның жалпы бас себебі миграция себептері жаңағы әлеуметтік экономикалық, жәнегі айтатын болсақ, бұл жерде қылмыстық топтардың көп орналасуы. Не себептен ол жерде қылмыстық топтар өте көп, оны біз жақсы білеміз де. Ол және екінші орталыққа тоқтала кетейік. Мына орталықта бізде және Колумбия, Эквадор, Венесуэла мемлекеттері орналасқан. Бұл да мемлекеттер айтатын болсақ, бір жағынан мұндағы мемлекеттің әлсіздігіне байланысты ондағы жәнегі қылмыстық топтардың көп болуы, оның бас себебі және айтатын болсақ, жәнегі есірткілерді не істеу, есірткінің сатасынан сату болып табылады. Яғни сатуға болмайтын заттарды не істейді. Бұл жерде айтатын болсақ, Панамский канал дейді. Панама каналы арқылы барлық жәнегі зиянды заттарды не істейді, есірткі заттарды Америкаға сатуға жол жасайды, трафик жасайды. Сол трафик арқылы не істейді, ол міндетті түрде Мексика мемлекетіне өтеді. Мексика мемлекеті айтатын болса, бұл жерде жәнегі коридор қызметін атқарады. Сол себептен осы жерде жәнегі әртүрлі тәртіпсіздіктер болып жатады, жанжалдар болып жатады. Енді келесі арай қарасатын болса, бұл жерде және біз халықаралық көші-қонның дәлізін қарастырған кезде бұл жерде Сирия болып есептеледі. Сирия және Түркия мемлекеті, ондағы жәнегі Сирия мемлекетіндегі соғысқа байланысты, азаматтық соғыс, оның тұрақсыздыққа байланысты саяси. Ары қарай мына жерде біз Ауғанстан мемлекеті кетеді. Ауғанстан мемлекетінен бізге түсінікті, соғысқа байланысты. Ары қарай мына аймақтарда көбінесе жәнегі әртүрлі себептерге байланысты қақтығыстар болып жатады. Жәнегі Үндістан, Бангладеш деген сияқты қастерлас Мьянма мемлекеттерінде. Ары қарай қарасақ, Филиппин мемлекеті екен. Енді Африка тоқталатын болса, Африкада көбінесе сол қақтығыстар біз білеміз. Мына жерде орналасқан үлкен мемлекет бар, ол Суданның бөлінуі және оңтүстік Суданға байланысты. Ол ондағы болған азаматтық соғыс, жәнегі соның салдарынан халықтардың жәнегі саяси әлеуметтік себептерге байланысты және басқа елдерге қоныс аударуына әкеп соқтырды. Сонымен қатар қарасатын болса, мына жерде тағы да мемлекеттердің жәнегі негізгі жанжалдар болуы, ол көбінесе су мәселесіне байланысты. Бұл жерде болсақ, су жетіспеушілік салдарынан көп жағдайда не істейді, жәнегі су бар нысандарды жәнегі жергілікті жерлердегі қылмыстық топтар не істейді, басқарып алады, соны не істейді, өздері сатуға тырысады. Соның аясында не болып жатады, бұл жерде жиі жанжалдар болып жатады. Келесі кеттік, енді ары қарай қарастырайық. Бұл жерде аймақтар бойынша осындай сәттерде аймақтар бойынша адамдардың қайтыс болған мигранттар санынан көз жүгіртетін болсақ, бұл жерде бірінші орында жерорта теңізі тұр. Не себептен жерорта теңізі дегенде біз білеміз, жәнегі Африкадағы жәнегі тұрақсыздыққа байланысты, жәнегі экономикалық деңгейінің төмен болуына байланысты халықтардың көбі және жұмыс істеу мақсатында не істейді, Европаға бет алады. Европаға жету үшін олар яғни заңды түрде, біреуі заңды түрмен баратын болса, қалғандары заңсыз баруы мүмкін. Сол себептен жәнегі олар не істейді, солтүстік Африка аймағы арқылы не істейді, жерорта теңізін өту үшін ол қолдан жасалған және өздеріне неме жасайды, кеме жасап алады. Қолдан жасалған, ол біраздан кейін теңізде ауыл болатын болса, олар жаңа аударылып не істеп адамдар қайтыс болып жатады, сол жерде батысуға кетіп жатады. Соның бас себептері болып табылады. Одан кейін қарайтын болса, мына жерде Африканың өзінде де болып жатады екен. Мигранттар жәнегі басқа елден басқа елге қоныс аударған кезінде әртүрлі жағдайларға тап болады. Келесі енді қарастыратын болса, бұл жерде сырттан миграция көз жүгіртетін болса, бұл жерде бізде екі адам берілген. Бірінші адам бізде ол иммиграция деп аталады, иммигранттар, екінші адам эмигранттар. Арасына байланыс ол миграцияның сальдо бізде не теріс, не оң болады. Егер де иммигрант мына елге келетін болса, Қазақстан еліне келетін болса, Қазақстан елі реципиент болып есептеледі. Ал егер де эмигрант бізден кетіп қалатын болса, Қазақстан елі ол донор болып есептеледі, яғни адам береді деген сөзі. Енді осыған байланысты босқындардың саны бойынша донор ел дейді, 5 ел дейді. Әлем бойынша қандай елдерден адамдар көп кетіп жатыр. Бірінші қарастыратын болса, енді жеке-жеке алып шығар, қою көк түсімізде Сирия берген. Сириядағы адамдар кетуі 2011 жылдан бастап бірден күрт өсуде екен. Ол және соғысқа байланысты. Ауғанстандағы адамдардың айтатын болса, миграцияға ұшырау себептері, бұл түрлі себептер, ол бұрындағы болған соғыстың салдары, сонымен қатар Ауғанстандағы жәнегі саяси тұрақсыздық, одан экономикалық деңгейдің төмендігі, ол және қаншама жылдар соғысты қой, экономиканы қалпына келтіру үшін көптеген жылдар кетеді. Сонымен қатар айтатын болсақ, бұл жерде жәнегі тағы Эквадордағы сақылды, Эквадор, Колумбиядағы сақылды жәнегі қолдануға болмайтын заттарда бұл жақта сатылады. Сатылғанда айтатын болсақ, табиғи жолмен бұлар көп өсіріледі, соны сатуға тырысады.
ары қарай кеттік. Келесі оңтүстік суданнан адамдар көп кетеді екен. Оларды жалпы кететін аймақтары және айтатын болсақ, біздегі қазір келесі айтып көрсетем қай жаққа кетеді олар. Ары қарай Мьянмадан адамдардың кетуі, одан кейін Конго Демократия Республикасынан кетуі байқалып жатады екен, біз көріп отырмыз. Енді осы босқындарды қай елдер қабылдайды екен, реципиент 5 елді қарайды. Және Түркияға көбінесе айтатын болсақ 2011 жылдан бастап Түркияға реципиент ел болып есептеледі. Босқындардың келу саны күрт артады. Және Сириядан келген мемлекет, Сирия елінен келген азаматтар болып табылады. Ары қарай Пәкістанға көбінесе болған Ауғанстаннан келеді. Уганда мен Суданға оңтүстік Судан адамдар келеді. Одан Германияға да адамдардың келуі көбінесе бұл Африкадан, одан және Сириядан кеткен адамдар Турция арқылы ары қарай Европаға бет алады. Жақсы, келесі кеткен ары қарай қараса, келесі біздегі картамен жұмыс істейді. Берілген карта бойынша не істеу керек? Иммигранттар, яғни кеткендерден топ 5 ел, иммигранттар келген топ 5 ел анықтаймыз. Реципиент пен донор елдері біз анықтап сол 5 елді анықтаймыз. Ана жерде түсі бойынша, яғни күлгін түсті, қою күлгін түсті бояумен берілген елдер ол бізде реципиенттер болып есептеледі. Ал қою қоңыр түсте ол бізде донор елдер болып есептеледі. Келесі немеге тоқталайық. Бұл жерде бізде ресурспен жұмыс. Келесі берген кестеде миграцияның себептері анықтап, нақты елдер бойынша миграция үдерісін сипаттаңыз. Мұнда қарастыратын болса, теріс миграция сальдосына көз жүгіртейік. Жалпы кестеге қарайтын болса, бұл 2000 жылдан бастап біз 2020 жылға дейін қарастырамыз. Мына бастапқы көрсеткіш 2000, 2005, 2010 жылдар біз алып отырмыз. 2000 жылдары бірінші орында әлем бойынша Мексика мемлекет тұр екен. 2005-те де бұл мемлекет тұр. Бірақ 2010-да бұл мемлекеттің көшбасшысы айтатын болсақ, жалпы бастапқы 10-қа да кірмеген. Оның бас себебі жаңа айтатын болсақ, 2010 жылға дейін мемлекет осы ақш пен Мексиканың арасындағы халықтардың емін-еркін өтуі, айтатын болса, соны тоқтату мақсатында не істейді ақш, және Техас штатында жәнегі қоршау сала бастайды, және шекараға. Сол қоршау салғаннан кейін жәнегі осы мигранттардың саны шектей бастайды. Енді 2000 жылдардағы қарайтын Қазақстан 2-ші орында тұрғаны, бұл жерде репатриация, және біздегі өзге ұлт өкілдерінің өз отандарына қайту көрсеткіші болып табылады. Одан кейін Қытайдың көрсеткішін қараймын. Қытайда мен Үндістандық бұл жерде айтатын болса экономикалық фактор болып табылады. Одан кейін 2010 жылда бізде Иран мен Ауғанстанның қосылу себебі бұл жерде саяси фактор табылады. Саяси фактор есептеледі, ол жәнегі елдегі тұрақсыздыққа байланысты. Енді жалпы сандық көрсеткішті қарастыратын болса, мысалы қарайтын болсақ, Филиппин, Бангладеш мемлекетін қарайтын болса, Бангладеште халық саны айтатын болса барған сайын, мысалы мигранттардың саны барған сайын 2000 жылдары мысалы бұл 6-шы орында тұратын болса, 2005 жыл 4-ші орынға шығады, одан 2010 жыл бұл 1-ші орынға шығады. Яғни бұл мемлекет біз білеміз, халықтық азығы бойынша өте жоғары, экономикалық деңгейі жалпы төмен мемлекет, көп жағдайда мигранттар жұмыс істеу мақсатында басқа елдерге кетіп жатады. Келесі Филиппинді қарайық. Филиппинде бұнда қарама-қарсы бағытта. Филиппинде айтатын болса, мысалы мигранттар саны 2000 жылдарға көз жүгіртейік, одан 2005-те бұл Филиппин мемлекет 5-ші орынға түсіп, алайда мигранттар саны артып кетеді. 1,2 миллион адамды құрайды бастапқы көрсеткіштен қарағанда. Одан кейін Қытайды қарасақ, Қытайда солай болып есептеледі. Мысалы 2005 жылы 1,9 миллион адам мигрант болып есептелетін болса, 2010 жылы бұл көрсеткіш 2,1 миллионға жетеді. Келесі енді жалпы Латын Америкасы бойынша мигранттардың көрсеткіштерін қарастыратын болса, бұл жерде 3 баған берілген. Бірінші иммиграция дейді, яғни сырттан келгендер. Үшінші ішкі миграция, яғни сол Латын Америкасының ішіндегі ары бері қоныс аудару, яғни Латын Америкасы бізде Мексикадан бастап Аргентинаға дейінгі аралықты есептейміз. Соның ішінде көрсеткіш қарайтын болса, жалпы айтатын болса, иммиграциямен салыстырғанда біраз жоғары болып есептеледі екен. Латын Америкасы ішінде негізгі эмиграция деген бұл және адамдардың кетуі, көбінесе адамдардың бірінші орында тұрған Солтүстік Америкаға көп барады екен. Екінші орында Европа тұр, одан кейін Азия кетеді екен. Негізгісі үлес пайызы Солтүстік Америкаға, және ақш пен Канадаға көшуге бет бұрады екен. Келесі теріс миграция сальдосының 2-ші бөліміне тоқталайық. Бұл жерде 2015 пен 2020 жылда берілген. Бұндағы 2015-те бізде қарастыратын болса, бірінші орынға Сирия шығады екен. Сирияда бағана біз айтып кеттік, 2011 жылдан бастап және саяси тұрақсыздық, соғысқа байланысты адамдардың көшу көрсеткіші айтатын болса 5 миллионға жеткен минус мигранттардың. Венесуэлада бұл жерде енді айтатын болсақ, соңғы жылдары бұларда саяси тұрақсыздықтың болу себебі
Венесуэла біз білеміз, ондағы мұнайдың қорларының үлкен шоғырлануы, сол мұнай айтатын болсақ, қорларын басқаруда қылмыстық топтар өте көп қалыптасқан. Ол жерде биліктің әлсіздігі деп ойлаймын. Сол қылмыстық топтардың әр мұнай кен орындарын өздері басқарып, не сол сауда саттық жүргізуде ол мемлекет экономикасына үлкен орасан зор нұқсан келтіреді. Соған байланысты елдері адамдар не істеп жатыр, сол үшін көшіп жатыр. Енді Сирияны қарайтын болса, Сирияның көрсеткіші 2020 жылы бір төмендейді екен, 5 миллион 2 миллионға дейін, бірақ біз көрсеткіш айтатын болса жалпы 10-ға кіріп отырады екен. Осы ақылы оңтүстік Суданда бұл жерде бар. Келесі енді Азия мигранттарын көрсеткішін көп қарайтын болса, бұл жердегі жалпы азиялықтар көбінесе басқа құрлыққа көшуден көру Азияның ішінде қоныс аударғанды ұнатады екен. Мысалы, бағана біз айтқан кеткенде халықаралық дәліздер бойынша бізде Үндістаннан Біріккен Араб Әмірлігіне, одан Сауд Арабиясына көп неместейді. Сол ақылы соңғы көрсеткішті есептеуге болады. Мұнда көбінесе азиялықтар Азия мемлекетінің арасында қоныс аударғанды жөн көреді екен, экономикалық мақсаттан. Сонымен қоса тек қана бұл Үндістан емес, оның ішінде және Сирия да кіреді, Ауғанстанда барлығы кіреді, Бангладеште сақылды ірі көрсеткіштер болып табылады. Ары қарай Африканың мигранттар көрсеткішін көрсететін болса, Азияға сәйкес келеді екен. Бұл жерде ішкі миграция жақсы дамыған екен. Бұларда айтатын болсақ, әр мемлекеттерден көбінесе батыс жаққа, оңтүстік жаққа көп қоныс аударады. Енді эмиграция бойынша бұлар көбінесе Еуропаға барғанды жөн көреді екен. Одан кейін барып Азия, одан кейін барып Солтүстік Америка кетеді екен. Енді миграция теріс сальдосын талдап болдық. Енді оң миграция сальдосын қарастырайық. Жалпы бұл жерде 2010, 2015, 2020 жылы біз ескеріп алдық. Соңғы 10 жылдайы 3 жыл көрсеткішті қарастырдық. Соның ішінде бірінші орында әрдайым ақш тұрады екен. Яғни жылына жоқ дегенде 5 миллион адам келіп отырады екен, иммигранттар. Енді 2010-да біз 5-4 болатын болса, 4-9, енді 4-7, орташа есептегенде бұл 5-1 миллион адам деп алуға болады. Екінші орында Біріккен Араб Әмірлігі, яғни бұған көбінесе жұмысшылардың, еңбек мигранттардың келуі. Германияға келетін мигранттар көбінесе босқындар болып келеді. Босқындар келеді, Сириядан келген, Африкадан келген босқындар болып есептеледі. Ары қарай кеттік. Енді Солтүстік Американың мигранттарын көрсеткіштерін көз жүгіртетін болса, бұл жерде бір ерекше тенденция байқалады. Бұған Солтүстік Америка ақш пен Канадаға иммигранттар көп келеді екен. Көбінесе иммигранттардың келуі Латын Америкасынан келеді екен, одан Азиядан көбірек келеді, одан бар Еуропадан келеді екен. Ішкі миграция мүлдем төмен деп айтуға болады. Яғни айтатын болса, бұл өте жақсы көрсеткіш. Яғни барлық мемлекеттегі қалалар, елді мекенде бір деңгейде дамиды деген сөз. Екінші, эмигранттардың көрсеткіштерін көрсететін бұлар біраз көрсеткіш бар. Көбінесе бұларды біз инвесторлар деп атауға болады. Олар басқа аймақтарға компания ашу үшін барады. Келесі кеттік. Келесі Еуропа мигранттарының көрсеткіші. Еуропада бұл көрсеткіш бізде иммигранттарда көп келеді екен. Бұл аймаққа көбінесе келетін аймақ ол Азиядан келеді екен. Иммигранттар одан барып Африкадан келеді екен. Ішкі миграция бұларда жақсы дамыған екен. Көбінесе ішкі миграция дегенде Еуропаның шығыс елдеріндегі азаматтар көбінесе батыс, оңтүстік Еуропаға көшкенді жөн көреді. Мүмкіндіктер жоғары. Иммигранттар бұл жаққа кететіндер көбінесе Азияға және Солтүстік Америкаға көшеді екен. Мұхит аралдар көз жүгіртейік. Мұхит аралдары көбінесе иммигранттар Азиядан және Еуропадан келеді. Енді Азияның мемлекеттері бұл жерде Индонезия мен Филиппин мемлекеттерін ескерейік. Өйткені олар мұхит аралдары осы мемлекетке жақын орналасқан. Ішкі миграция бұларда енді аса көп емес. Одан бар иммиграцияда көрсеткіштерді төмен болып есептеледі кететін адамдарда. Келесі кеттік. Енді ары қарай карта сызбамен жұмыс істейді. Бұл карта сызбада табиғи апаттардың түрлеріне байланысты бұл жерде экологиялық миграцияны біз анықтау керекпіз. Мысалы, қарайтын болса, көк түспен боялған аймақтарда табиғи апаттар жиі болып тұрады. Енді мына жерде сары сызбамен боялған аймақта біз білеміз, бұл литосфера тақырыбында өткенбіз. Бұл аймақ бізде жер сілкінісі болатын аймақ болып есептеледі. Литосфера тақталарын соқтыру салдарынан жер сілкінісі болатын болса, бұл жерде миграция себептері экологиялық болып табылады. Мына жерде де бізде орналасқан аймақтар, жәндегі Тынық мұхиты белдеуі мен Альпі Гималай белдеулері орналасқан аймақтар, ол жерде жиі жер сілкінісі болатын аймақтар есептеледі. Мына жерде бізде айтатын болса рифтинг, тағы жер сілкінісі литосфера тақталарымен байланысты.
мына аймақтарда тағы да литосфера тақтарға байланысты, бірақ литосфера катаклизм түрі цунамимен байланысты, жер астында, мұхит астындағы жер сілкінісінің болу салдарынан цунами жиі болады. Келесі, мына аймақтарда цунами жиі келсе, одан кейін мына жерде бізде климаттық факторларға байланысты қалыптасуы, яғни құрғақшылыққа байланысты. Келесі ой қозғау дейді, қазақ жерінде көші-қонға тоқталайық. Енді әлем бойынша талдап қарастырдық. Енді жалпы миграция ауқымына енді Қазақстандағы көші-қонның туындауы неден басталды? Бізде енді кезінде жалпы бұл Қазақстан территориясында қазақтар тұрып жатты. Енді бізге де өзге ұлт өкілдері қашан, қай жақтан келді, қай жылдары келді, соны қарастыра кетейік. Енді оны біз миграция толқындарын бөліп қарастырайық. Бірінші миграция толқындары бізде бірінші толқын ол 1906 жылы Столыпин аграрлық реформасы деп атауға болады. Бұл көбінесе бұл миграцияның себебі экономика мақсатта. Яғни әр келген мигрантқа не берді? Жер бере бастады, жұмыс шаруашылық жүргізу үшін. Екінші миграцияның толқыны бұл саяси, яғни айтатын болса еріксіз көші-қон түрі. Яғни Сталин ұсынған саясатына байланысты жаппай депортацияны, яғни 30-20 жылдарда Қазақстан территориясының жан-жақтан көші-қон мигранттар келе бастайды күштеп. Үшінші толқын бұл жерде айтатын болса тың игеру, көбінесе бұл экономика фактор, яғни Қазақстанның жәнегі солтүстік аймақтарындағы шұрайлы және құнарлы жерлерді істеу, тың игеруді пайдалану табылады. Ары қарай миграция себептерін атап шықты. Енді келесі берілетін диаграмма көз жүгіртетін болса, мына жерде бізде 89 мен 99 жылы салыстыратын болса, бұл жерде репатриация көрсеткіші, яғни халық санының бірден азаюы. Енді сұрақ, бізде 4-5 миграция толқындары қай жылдары және не себепті? Себептер қандай болды, соны атау керекпіз. Соны көшуге қашан бізде 5-ші толқын болды, 4-ші толқынға қашан болды деген секілді. Мысалы қарайтын болса, миграция сальдосын көрсеткіштерін қарайтын 2000 жылдан бастап 2019-ға дейін берілген. Мына жерде сальдоның оң көрсеткіштерін қарастыратын болса, 2004 жылдан бастап 2010 жылғы бұл бізде 4-ші толқын болып есептеледі. 4-ші толқынның болуы бұл Қазақстанның нұрлы көш бағдарламасына байланысты қазақтарды отандарына шақыру. Ол жәнегі Өзбекстандағы, Монғолиядағы, Қытайдағы, Ресейдегі қазақтарды осы нұрлы көш бағдарламасы бойынша елге қайтару бағдарламасы іске асты. Одан барып 2011 жыл бұл бағдарлама тоқтайды. Ары қарай миграцияның көрсеткіші қайтадан теріс көрсеткішке болды. Ол және әлі репатриацияның салдары болып есептеледі. Енді 5-ші толқынға қарастыратын болса, бұл 5-ші толқын бізде тақауда басталған. 2022 жылғы миграция сальдосы бізде қарайтын болса теріс болыпты, бірақ 2022-ның соңында, 2023-ның басында бұл сальдоның көрсеткіші оң көрсеткішке болды. Ол және Ресейдегі соғыстың басталуына байланысты мобилизацияның салдарынан Ресей азаматтары Қазақстанға көшуді мойнына бет алады. Келесі кеттік, миграция сальдосын есептеп шығайық. 2024 жылы ақпарат берілген. Миграция сальдосын есептеу біз білеміз, мигранттардың ол және келгендерден кеткендерді аламыз, яғни астын үстінен алып шығамыз. Сол бойынша бір жылдағы жәнегі біздегі сальдо көрсеткіш қандай, оң ба теріс пе, соны анықтаймыз. Келесі халықтың өңірлік аралық көші-қон тоқталатын болса, бұл жерде бізде жалпы жәнегі мобилизация салдарынан көбінесе халықтың жәнегі Ресейден келген азаматтар біздің еліміздің және екі қалаға көп неміс екені, Алматы және Астана қалаларына көп барады. Миграция факторларын тоқталатын болса, жалпы бұл жерде итеруші және тартушы факторлар болады. Итеруші факторлар экономикалық фактор болады, яғни жазылған әлеуметтік факторлар, саяси факторлар, табиғи факторлар. Тура соны қарама-қарсы тартушы факторлар есептеледі. Видеоны паузаға қоя отырып, жақсылап танысып алайық факторлармен. Ары қарай сыртқы миграция көз жүгіртетін болса, Қазақстанда және репатриация көбінесе қай жаққа болып жатыр? Ол бірінші бізде Ресей мемлекетінде көрсеткіш, екінші орында бізде Германия, потом бізде Беларусь мемлекеті кетеді екен. Бұларға көбінесе Қазақстанның және солтүстік орталық аймақтарынан, шығыс аймақтарындағы жәнегі өзге ұлт өкілдері көп тұратын аймақтарда кетіп жатады көшуге. Жалпы енді осы таймызда халықаралық көші-қон дәлізіне қарайтын болсақ, бұл жерде және Қазақстанда осы топ 10-дық рейтингке кіргенін көре аламыз, 8-ші орында тұрған. Жақсы, елдер бойынша халықаралық республика, Қазақстан Республикасының иммигранттар санына көз жүгіртетін болса, яғни бізге келгендерін қарайтын болсақ, кеткендердің
Бірінші орында Ресей мемлекеті тұр екен. Ресейде айтамыз 2000 жылдан бастап өте көп адам кеткен екен бізге. Бізден 108 мың адам, одан 23 мың, одан 25 мың, 19 мың болып бөлінеді екен. Енді барған сайын азайып бара жатыр. Одан кейін Беларусь мемлекетіне, одан кейін Германия, Израиль мемлекеттеріне кетіп отырған екен. Енді бізге келген бұл кетудің ішінен этникалық топтарын қарастыратын болса, кімдер кетеді екен? Эмигранттар болғанша көбінесе орыстар екен. 22 жылы 67% құрайтын болса, 23 жыл бұл орыстардың көрсеткіші 62-63% құрайды екен. Біраз төмендесе, ол жаңағы Ресейдегі соғыстың басталуына байланысты төменде қалды. Ары қарай иммигранттар бізге келетіндер көбінесе қазақтар келеді екен елімізге. Орыстардың үлес пайызы біршама, одан өзге ұлт өкілдерінің де үлес пайызы көрсетілген. Енді бізге келетін иммигранттар көз жүгіртетін болса, 2020 жылдан бастап 2022 жылдың аралығында бізде негізгі және көші-қон бағдарламасы жұмыс істеп тұрған кезінде бізде Өзбекстаннан өте көп қазақтар келген екен, одан кейін Ресейден келген екен, одан кейін барып Моңғолия, Қытай мемлекеттерін ескеруге болады келген аймақтар бойынша. Жақсы, енді берілген карта сызбаны қолдана отырып Қазақстан халқы тығыздығына көз жүгіртейік. Қай аймақтар бізде тығыздық жоғары? Енді мына қарап отырмыз, негізгі тығыздық ол Қазақстан аумағы бойынша оңтүстік аймақтарда жоғары, сонымен қатар облыс орталықтарында жоғары есептеледі. Оның басты себебі жаңағы сұрақ Алматы, Астана қалаларында немесе облыс орталықтарында халық тығыздығының жоғары болу себептері ол және экономикалық фактор болып табылады. Ол және жалақы мөлшеріне байланысты. Мына жалақы мөлшерін көз жүгіртейік. 2020 жылғы орташа жалақы мөлшері негізгі жоғары облыстар ол бізде Атырау, Маңғыстау, Ұлытау облысы, Алматы қаласы бұл есептеледі екен. Сол Алматы, одан Астана қаласы есептеледі, жоғары есептеледі. Ары қарай ішкі миграция көз жүгіртейік. Ішкі миграция бұл біз білеміз, жаңағы облысаралық, облысшылық, ауданаралық болып бөлінеді. Одан кейін ішкі миграция бойынша көрсеткіштер есептеп шығаруға болады. Жақсы, миграция себептерін тоқталайық. Бүгін сабақ бойынша оны қарастырдық. 6 себептер бар екен. Соңғы үшеуі ол бізде еріксіз миграция көші-қон болып табылады. Жақсы, енді бүгін сабақ түсінікті болса каналға жазылайық, канал бойынша ақпарат басқаны таратайық. Назарларыңызға рахмет.